Ертеде Африка деген елде бір қызық оқиға болыпты. Аң патшасы арыстанның басында шаш болмапты. Оған намыстанған арыстан бір күні аңдардың барлығын жинап былай депті: "Ва, жиналған достар, сендерден бір көмек сұрағым келіп тұр. Менің басыма мүлдем шаш өспей қойды. Егерде кім басыма шаш өсірудің амалын тапса, соны өзіме ақылшы етіп сайлаймын." Мұны естіген барлық аңдар ақылшы болғылар келіп, күні түні бастарын қатырыпты. Бірақ біреуі де арыстанға көмектесе алмапты. Ал күндердің күнінде еңбекқор қоян әбден ізденіп, бір керемет амал тапты. Мен таптым деп айқайлаған қоян арыстанға келді. Арыстан патша, мен сізге мұны қалпақты алып келдім. Егерде осы қалпақты басыңызға 10 күн киетін болсаңыз, шашыңыз өседі, деді қоян. Арыстан ары ойланып, бер ойланып, әлгі қалпақты алып басына 10 күн киді. Ал 10 күн өткен соң айнаға қараған арыстан өз-өзін танымай қалыпты. Басында шашы бар, әп-әдемі біреу айнадан қарап тұр екен. Қуанған арыстан барлық аңдарды жинап, үлкен той жасапты. Ал тапқыр қоянды өзіне ақылшы етіпті. Сол кезден бастап арыстанның басында шаш пайда болған екен. Ал балақайлар, қайырлы түн.